дамымау деген кезде ол не нәрсе? Жаңағы айтқан сияқты сенің тамағың тоқ, көйлегің көргенің мастурбация, жасаған мастурбация, көргенің порнография, жататын төсегің жып-жылы жұмсақ мамық төсек, үйіңде былай айтқанда мұзда жатқан жоқсың, дұрыс па? Үйіңде отопление бар. Даже баратын унитазың сенің аппақ, дұрыс па? И осы нәрселер бұрынғы императорларда болмағанда бұл нәрселер ше. Мысалға, даже Шыңғыс ханда сен сияқты аппақ унитаз болған жоқ. Және басқа да көптеген бұрынғы императорлар, олар дәл қазіргі сен сияқты өмірді аңсап өткен да. Мысалға, сенде қазір барлық опция бар, сол үшін сенде дамымау болады. Сенде уже даму деген нәрсе тоқтайды. А когда сен қолдан, и сен байқадың да, сен қазіргі сенің сүріп жүрген өміріңде жалпы не нәрсе бар? Сенде энергия аз, дұрыс па? Энергия аз. Енді бізге не нәрсе істеу керек? Бізге алға қарай даму үшін мынау банк, мынау энергобанкқа барып, бізге осы энергобанктан біз энергия алу керекпіз. Ол қалай? Сен уже осы положениені ауыстырасың. Сен тәттіден бас тартасың. Жалпы мына тәтті, сосын жұмсақ төсек, сосын жылы душ, сосын жаңағыдай мастурбация, олар не нәрсе деген сөз? Олар мен осы өмірде барлық нәрсеге жетіп қойдым. Енді ары қарай добиваться нечего деген сияқты адамға сигнал береді. Біздің жалпы мынау біздің организмдегі қант жүйесі, ол дәл қазіргідей колаға, қазіргі торт дегенге, ол адамның мынау біздің қант жүйеміз оған не рассчитан, то есть оған біз дайын емеспіз, өйткені бұл нәрселер искусственный, қолдан жасалған нәрселер, жаңағы тіпті мынау селекция арқылы алынған алманың неше түрлі сорттары, апельсин деген сияқты нәрселер, олар табиғатта более басқаша, олардың дәмі ондай қатты тәтті емес. Мысалға қара, ең тәтті алманы алады сортын, сосын ең жаңағыдай үлкен алманы сортын алады да, екеуін қосады. Сол кезде үлкен тәтті қып-қызыл алма шығады, дұрыс па? Сол сияқты осы енді біз энергобанкқа барамыз. Энергобанкқа барған кезде біз не істейміз? Біз энергия алу үшін біз бұл жақта уже положение өзгертеміз, ситуацияны. Ол қалай? Біз суық душқа түсіп бастаймыз. Суық душқа түсу, ол уже не нәрсені білдіреді, саған сигнал береді. Ол мынау менің қазір түсіп жатқан суым, ол өте қатты бір жылы емес, қолайлы емес. Демек, менде ары қарай ұмтылатын бір моменттер бар, дұрыс па? Мысалға, сен тәттіден бас тартасың, и уже обычный тамақ жеген кезде сен не нәрсе пайда болады? Менің қазіргі жеп жатқан тамағым өте тәтті емес. Яғни менің ары қарай маған дамуға жол бар. Мен әлі мне есть чего добиваться нәрсе бар да. И сол сияқты сен өте қатты емес, өзіңе қарайсың, енді бір 5 емес, бір 7-8 сағатта ұйықтың қалатындай бір қатты төсекке жатасың. И қатты төсекке жату не нәрсені білдіреді? Мен әлі жұмсақ төсекке жату үшін мен әлі даму керекпін. Маған әлі көптеген нәрсе істеу керек. Маған жаңағыдай осы жылы суға түсу үшін, тәтті тамақ жеу үшін және жұмсақ төсекке жату үшін маған әлі көптеген алдыда атқаратын істер бар деген сигнал береді. Сол кезде біз осы нәрселерді атқару арқылы біз энергобанктан барып өзіміз өмір сүруге ары қарай ұмтылуға энергия аламыз.